Қазақстан облысы Ақжар ауданы Бестерек орта мектебінің 3 сынып оқушысы Әппей Нұржамал, қыз Абай Құнанбаев. Сұрғылт түсі суық қаптайды аспан, күз болып тұңқыл тұман жерді басқан. Білмеймін, тойғаныма, тоңғаныма. Жылқы ойнап бие қашқан, тай жарысқан. Жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрынғыдай. Жастар күлмес, жүгірмес бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қурай. Біреу мама сапсиды салы биін, салбыраңқы тартыпты жыртық киім. Енесіне ертіп шуда жібін, жас қатындар жыртылған жамайды үйін. Қатырына қатарласып қайтса бермен, астында ақшымшы жүр ол бір керуен. Қай ауылды көрсең де жабыр қамқы, күлкі ойын көрмейді сейір серуен. Кемпір шал құржан қалып бала бүрсең, көңілсіз қара суық қырда жүрсең. Кемік сүйек, сорпа су темеген соң, үйде ит жоқ, тышқан аулап қайда көрсең. Күзеу тозған оты жоқ елдің маңы, тұман болар жел соқса шаң тозаңы. От жақпаған үйінің сұры қашып, қыстан қорыққан қазақтың құрысын заңы.